кісі келді да, молдалар неғып өлім жайлы айта бересіңдер дейді да. Одан басқа әңгіме жоқ па, бір адамды қорқытатын болдыңдар ғой дейді. Мен айтамын да, аға дұрыс, мына орын енді тіпті өлім жайлы айтпағанда да осы адамның бұл өмірде мәңгі емес екендігі жайында да бір қысқаша айтылу керек қой, сондай орын ғой деймін да. Айтып келіп тұрған мәселені біз өлімді айтайық, айтпайық, өлім келеді да. Біз өлім жайлы, өлімнен кейінгі жағдай жайында айтайық, айтпайық, ол бәрібір біздің басымызға келеді. Одан қанша қашпайық, бұл патшаларды да, байларды да қатарынан алып кеткен ажалда. Одан ешкім құтыла алмайды. Абылай хан атамыздың өзі, Алла рахымын алсын, Бұқар Жырау атамыз айтады екен да, ол кісі ел билеген, батыр болған, аттың үстінен түскен емес. Сол кісінің өзі айтады екен да, мен осы қабірдегі екі сұраушы періште бар ғой, соның күрсінен аман қаламын ба деп қорқатын болған екен да. Ол деген нәрсені ол кісілердің өзі өлімді ұмытқан емес екен да. Неге деген уақытта ол келетін дүние. Бірақ құрметті, әрине адам тек қана ондай нәрсе ойлау емес, адамда жақсы ой, өмірге деген көзқарас бәрі болу керек. Бірақ ол нәрсені ұмытпау керек деп айтқым келіп тұрған. Өйткені Алла субханаху ва тағала бізге Құранда айтып жатыр да, кәрілік, әлсіздік, күштіліктен кейін әлсіздік келеді. Ол әлсіздік ар жақ қарай қарылықпен ұштасатындығын айтып жатыр, құрметті жамағат.